오늘은 숫자를 배워보겠습니다. сәлем достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз корей тілінде санау. Жалпы санау жүйелері, қандай түрлері бар, қай кезде қай санау жүйелерін қолданамыз. Бұрын корей тілін оқып көрген жандар болса, олар білетін болар. Корей тілінде екі санау жүйесі бар. Біріншісі корей санау жүйесі және екіншісі Қытай санау жүйесі. Корей сандарын қай кезде қолданамыз? Заттарды, жануарларды, адамдарды және кез келген нәрсені санаған кезде қолданамыз, және олардың әрқайсының ерекшеліктері бар. Адамның жасын айтқан кезде, сағатты айтқан кезде де осы корей сандарын қолданамыз. Ал Қытай сандарын телефон нөмірін, транспорт нөмірі, бөлме нөмірі, қабат санын айтқан кезде, және күн, ай аттары, жыл, минутты, зат құнын, ақшаны айтқан кезде қолданамыз. Бұлардың барлығы мұқият жазып алыңыздар, және де кейін санап жаттығып көретін боламыз. Бұл бізде берілген корей сандары. Корей сандарын қалай оқимыз? Қарастырып көрейік. 1 бұл бізде хана, 2 тул, 3 сет, 4 нет, 5 тасот, 6 йосот, 7 илгоп, 8 йодол, 9 ахоп. 10 бұл бізде йол. Енді бұлай кете береді. 11 дегеніміз бұл йол, хана. 12 бұл бізде йол, ту. Және 13 бұл бізде йол, сет. 14 йол, нет. 15 йол, тасот. 16 йол, йосот. 17 йол, илгоп. 18 йол, йодольп. 19 йол, ахоп. Солай былай кете береді. Енді мына жерлерін қарайық. 10 бұл бізде йол болды. 20 бұл бізде смул. 30 сорын, 40 мағын, 50 шүйін, 60 есун, 70 ирын, 80 йодын, және 90 ағын. Ал 100 бұл бізде пек болады. Енді мына жерде біз ойлап тұрған шығарсыздар, неге қызылмен белгіленген деп. Санаған кезде, бір заттарды санаған кезде, хана, тул, сет, нет деп заттардың атын қосып айтпаймыз. Мысалға, бір кітап дегенді хана деп қосып айтпаймыз. Хан, ту, сет, не дегенді айтамыз. Оны қазір түсінесіздер. Мінеки, бірінші заттарды санау. Зат атауы, жансыз заттың атауы, және оның саны, содан кейін ке дейтін, мынау бізде санау сөздері. Бізше қазақша айтқанда, мысалға, бір дана, екі дана деп сөйлейміз ғой, штук дегенді білдіреді, яғни. Орысша айтқанда. Міне қарайық. Бір қалам. Бір қалам дегенді қалай айтамыз? Пен, хан, ке. Міне заттың атауы, жансыз заттың атауы, міне пен. Саны біреу, міне хан, және ке дегенді жалғаймыз. Енді мына жерге назар аударайық. Неге хан деп тұрмыз? Өйткені ке жалғанғанда, яғни осындай санау сөздері жалғанғанда, ол хан болып кетеді. Хана ке деп айтпаймыз, ханге. Тулке деп айтпаймыз, туге. Сетке деп айтпаймыз, сега. Нетке деп айтпаймыз, неге. Мысалмен тағы қарайық. Екі қалам бұл бізде пен, туге. Тул деп айтпаймыз. Және 3 қалам пен, сега. 4 қалам пен, неге. Бірақ бұл тек қана осы 4-ке дейінгі сандарда ғана солай ерекшеліктер бар, ал 5-тен бастап өзінің сол күйінде қала береді, яғни тасот, йосот, илгоп деп айта береміз. Мысалға, 5 қалам дегенді пен тасокке солай айта береміз. Ешқандай қысқартып өзгертпейміз. Тек мынаны жаттап алуымыз керек. Ханге, туге, сега, неге. Ал бірақ мысалға, ойындар ойнап жатқанда, немесе мысалы суретке түсер кезде хана, тул, сет деп айтады ғой, олай айта береді. Яғни жай ғана 1, 2, 3, 4 деп сөйтіп санаған кезде олай айта береді. Бірақ именно заттарды санау, заттардың нешеу екенін білдірген кезде ханге, туге, сега, неге деп қолданамыз. Адамдарды қалай санаймыз? Мынау жаңағы бұл жансыз заттарға кені қолдандық, яғни штук деген сияқты. Енді адамдарды санаған кезде кені қолданбаймыз. Оның орнына бізде мёң келеді. Адам келеді, бірінші зат есім, содан кейін оның саны, одан кейін мёң. Мысалға, мына суретте көріп тұрмыз, бір медбике мен бір дәрігер тұр. Оны қалай айтамыз? Медбике бізде каноса,
дәрігер 의사. екеу бір-бірден. 간호사 한 명, 의사 한 명. міне мына формула бойынша. 간호사 мысалға адамды қызметі бойынша айтып тұрық, медбике және саны оның, сондай-ақ мынау санау сөзі. Санауды білдіретін сөз, 간호사 한 명, 의사 한 명. кені ешқашан қолданбаймыз адамға. Өйткені ол тек жансыз заттарға. Келесі, жануарларды санаудың да өзінің ерекшеліктері бар. Мына формула бойынша тағы да зат есім, яғни жануардың атауы, мүмкін ол ит шығар, мүмкін ол мысық шығар, яғни жануардың атауы келеді бірінші, кейін саны, кейін барып мари дейтін сөз жалғаймыз. Жануарды санаған кезде мариді жалғаймыз. Мысалға мына жерде көріп тұрмыз 6 қоян. Оны қалай айтамыз? Токки, міне жануардың аты, кейін 여섯 саны, кейін мари. Токки 여섯 мари, яғни 6 қоян дегенді білдіреді. Оған кені немесе мына жердегі мьонды жалғамаймыз. Өйткені ол адам емес және зат емес. Ал жануар, сондықтан жануарға мариді жалғаймыз. Келесі, сондай сияқты жаңағы мари, мьон, ке сияқты санау сөздері әртүрлі затқа әртүрлі болып келеді. Мысалға қарайық. Заттың атауы келеді, кейін саны болады, және мынау бізде ең сонда келетін сөздер, Қарайық. Киімді қалай санаймыз? Киімді санаған кезде пол дейтін сөзді қолданамыз. Мысалға, 10 пиесі ханбол. Бір көйлек дегенді білдіреді. 10 пиесі ханбол. Санау сөздер, сандар ол ортасында келеді, Ол түсінікті деп ойлаймын. Ал санау сөздерін білдіретіндер олар ең соңында келеді, заттың атауы ең бірінші келеді. Ғимаратты санаған кезде чені қолданамыз. Конмул ханче, бір ғимарат деген. Пун, бұл тиындарды санаған кезде, тиын ақша. Тон хан пун, мысалға бір тиын. Соңи, бұл гүл, банан және жүзімді санаған кезде қолданылады. Мысалға, бананы хан соңи. Бұл жерде айтып тұрғанымыз, бір штук бұлай, тек бір банан емес, мысалға дүкенге барған кезде банандар бұлай үзілмеген, толығымен бітіп тұрады ғой, сондай банандарды айтқан кезде қолданады. Жүзімде солай, бір бұтағы, мысалға сол сияқты. Көлікті санаған кезде тені қолданамыз. Такси ханде деген бұл бір такси. Конды кітап санаған кезде қолданамыз. Мысалға, саджон хан кон, бір сөздік кітабы. Келесі, қағазды санаған кезде чаң деген сөзді қолданамыз. Чоңи ханжаң, бір парақ қағаз. Шыны чан, яғни стакан, сондай санаған кезде чанды қолданамыз. Нол чан. Мысалға, ча ханжаң, бір шыны шәй, мысалы, бір кесе шәй, кесе, сондайлар санаған кезде. Мысалға, кофе ханжаң, бір шыны кофе, бір кесе кофе, сол сияқты. Пёң дейтін бұл бізде бөтелкелерді санаған кезде. Сондай, мысалға, сусындар бөтелкелерде тұрады ғой. Сондай, мысалға, суда, сол сияқты. Мысалға, колла ханбёң, бір кола бөтелкесі, Келесі, әндерді санаған кезде кок деген қолданылады. Мысалға, норе хангок, бір ән дегенді білдіреді. Енді жасымызды қалай айтамыз? Кеше жас сұрауды үйрендік, 몇 살이세요, 몇 살입니까 деп жас сұраймыз дедік. Енді оған қалай жауап береміз? Жасымызды айту үшін корей сандарын қолданамыз. Мысалға, жасымызды айтамыз, кейін сал, яғни 살입니다 немесе 살이에요 немесе 반말 түрінде 살이야 деп айтамыз, Мына жазған жоқпын оны. 12 жас, мысалға, 12 сал, 8 жас, 8 сал, 22 жас, 22 сал, 17 жас, 17 сал, 13 жас, 13 сал. Енді міне жаңа корей сандарын атап өттік. Осы жерде енді атап өткім келетіні 20 жастамын деп айтқан кезде смол сал деп айтпаймыз. Яғни л шығып қалады жасты айтқан кезде. Тек қана 20-ны айтқан кезде солай. 21-ді айтқан кезде л тұра береді. Мысалға, мен 20-дамын дейтін, соның сму сарие요, яғни л шығып қалады. Ең сонда рейл әріпі шығып қалады. Ал 21-демін, 22-демін, 25-демін деп айта берсек, онда смул деген жалғана береді. Міне 22 смул тусаль, яғни
Тек қана жиырманы айтқан кезде 20살. Енді Қытай санау жүйелерін қарастырайық. 0 бұл бізде коң, йоң, 1 ил, 2 и, 3 сам, 4 са, 5 о, 6 юг, 7 чил, 8 пал, 9 ку, 10 10, 11 11, уже кете береді міне. 10 және 1 11, 10 және 2 дейтін 12, 10 және 3 дейтін 13, 14, 15 10 о, 16 10 юг, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. Бұл түсінікті деп ойлаймын, иә? Мысалға 30 дейтін сам 10, 40 са 10, 50 о 10. Солай кете береді. Міне 70 чел 10. Яғни 7 ондық және бірлікке солай кете береді. 29 мысалға ишип ку. 20 міне ишип және 9 ку. Мысалға 25 деп айтсақ ишип о. 100 бұл бізде пек. Бұл Корей сандарында да, Қытай сандарында да бұл ортақ. 1000 чон, 10.000 ман. Мысалға 500 дегенді қалай айтамыз? Обек. 5 және 100 сандарынан құралған, иә? Яғни 5 деген о, 100 дейтін пек, обек. Мысалға 300 дейтін қалай? Самбек, 400 сабек, 600 юкбек. Солай кете береді. 7000, міне мыңды біз чон деп айттық. Алдындағы мына бірді өзгерте береміз, иә? Сонда мысалға 5000 дейтін о чон. 7000 бұл бізде чил чон. Енді мынаны қараймыз. Ман дейтін 10.000. Мысалға 40.000 деген саман. 50.000 дейтін оман. 60.000 дейтін юкман. 70.000 челман. Солай кете береді. Енді телефон нөмірін қалай айтамыз? Бұны айтқан кезде де біз Қытай сандарын қолданамыз. Мынаны қарайық. 0, 10 дегенді қалай айтқан? Бір-бірлеп айтады. Яғни біз сияқты 0, 10, 12, 34, 56, 78 деп, немесе 1234 деп олай айтпаймыз. Бір-бірлеп 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп айтамыз. 0 бұл бізде міне коң, 1 ил, коң, 0, 1 деген ил, 2 деген и, солай бір-бірлеп айтып шыққан. Коң ил, коң, ири, самса, о, юк, чил, пал деп. Енді мынаны қарайық. Телефон нөмірін оқыған кезде мынадай бізде арасында сызықшалар болады да. Мысалға біз 837 кейін сызықша қойып 268 бірдеңе деп айта берсек, арасында сызықша болады. Сондай сызықшаларды біз деп оқимыз. Мысалға қарайық міне. Майкл 씨 전화번호는 무엇입니까? Майкл, сіздің номеріңіз қандай? Майкл нөмірін айтып жатыр міне. 0101 жалғап тұр міне, жерде сызықша тұр өйткені. 0101 2370 8845입니다. бұған да имнидан жалғап тұр, иә? Яғни бірдеңе атап тұр. Номерін атағандықтан имнида жалғап тұр. Түсінікті деп ойлаймын. Сіздер мына номерлерді осылай жаттығып көріңіздер. Яғни мысалға 0101 жалғаймыз. 0101 4353 53 9977 солай кете береді. Енді қабат санын және пәтер нөмірін айтқан кезде де Қытай сандарын қолданамыз. Пәтер бұл бізде цың, яғни қабат саны, иә. Пәтер нөмірі хо. Сараның 321호에 삽니다. Анна 3-ші қабатта, номері 21-ші пәтерде тұрады. Мына бізде қабат, мен қателесіп пәтер деп жазып қойыппын, иә. Қабат, цың дейтін қабат, хо дейтін пәтер нөмірі. Сараның 321호에 삽니다. Анна 3-ші қабатта, 21-ші пәтерде тұрады. 이 건물 4층에 도서관이 있습니다. мына ғимараттың 4-ші қабатында кітапхана бар. Неке осылай. Енді заттың құнын қалай айтамыз?
이거 얼마예요? мынау қаншадан деп сұрап тұр. 2300원이에요. 2만 дейтін 300원이에요. 20300 вон. 이거 얼마예요? мынау қаншадан? 7420 теңге예요. 7420 теңге. Бұл қиын бұл көріну мүмкін. Бұған үздіксіз жаңа жаттығып көру керек. Яғни бұларды қалай айтамыз, яғни құрылымы қалай, оны мына жерден қарастырайық. 103, мысалға 100-ді жазып аламыз бірінші, қағаз бетіне мысалға жаттыққанда солай істеп көріңіздер. 100-ді жазамыз, кейін одан кейін 3 келеді. Бірінші 100-ді айтамыз пек, содан кейін 3-ді айтамыз сам, сонда пек сам. Мына енді 1610-ды қарайық. Бірінші 1000-ды жазып аламыз, кейін 6-ны жазамыз, сосын барып 100-ді жазамыз. 1600. Бізде айтылу да солай, 1600. 1000 бұл бізде 1000, 6 юк, 100 пек, сонда 1600 пек. Енді мынаны қарайық. 15430. Біз айтылуын тыңдайық. 15430 деп айтып тұрық, Яғни бірінші 10.000-ді ойлаймыз. Бұл бізде ман, келесі 5000 деп айту үшін, 1000, 400 деп айту үшін, са пек, ал 30 деген бұл бізде сам шип. Келесі 378 дегенді қарайық. 370 және 8. Сам пек чел шип пал. Чел шип пал. Енді мынаны қарайық. 184700 деген мысалы сандар болса. Бұнда, міне, бірінші 10.000-дықты ажыратып аламыз. Міне, 10.000-да 4 0 бар, Мына жерден 4 орынды қараймыз, міне. 4 орынды қалдыра тұрамыз да, соның алдындағы 2 орынды айтып жібереміз. Сонда 18 бұл бізде. Кейін 10.000-ды жазамыз. Кейін былай кете береді. 4700. Сонда 18 дейтін, 10.000 дейтін ман, 4 бұл бізде са, 4000 дейтін сачон, 700 дейтін чилбек. Яғни 0 санына байланысты орынды былай артынан бастап санап аламыз. Және одан кейін қалып қойғандары ол алдына келеді. Ай және жылды қалай айтамыз? Күн бұл бізде ил, айды ол, жылды нён деп айтамыз. Бізде қаңтар бұл ирол деп оқиды, жазылғанда ил, ол деп жазылады. Яғни бірінші ай деген сөз, бұл бізде қаңтар. Ирол деп оқимыз. Иол, ақпан, самол, наурыз, саол, сәуір, оол, мамыр, юол. Бұл бізде маусым. Енді осы жерде қарайық. Негізі 6 деген юк, бірақ оған жаңағы ай қосылғанда және маусым деп жазылғанда ол к түсіп қалады. Яғни бірінші буында апачим к түсіп қалып, юол деп жазылып, юол деп те айтылады. Юол. Чирол деп оқимыз. Бұл бізде шілде. Парол. Бұл бізде тамыз айы. Міне, байқап тұрғанымыздай, яғни риел пачимне аяқталатын буын келесінде дауысты тұрғандықтан р болып оқып кетіп жатыр. Чирол, парол. Келесі куол. Бұл бізде қыркүйек. Куол. Шиол. Қазан айы. Енді осында да міне, негізі 10 деген шип, бірақ ой жалғағанда п түсіп, жай ғана шиол деп айту қабылданған. Мынау юол болса, мынау шиол. Шипол деп айтпаймыз, шиол. Келесі шибирол. Шибирол дейтін бұл бізде қараша айы, яғни 11-ші ай. Шип ил дейтін 11, ол ай. Сонда 11-ші ай бізде қараша. Келесі шибиол. Шибиол дейтін бізде желтоқсан. Шиби дейтін 12, ол ай дегенді білдіреді. Сонда шибиол бұл бізде 12-ші ай, яғни желтоқсан. Енді мынаны қарайық. 2021 жылды қалай айтамыз? Бұнда да дәл мынау санау жүйесі. Яғни бірінші 2-ні айтамыз, кейін 1000-ды, кейін 2-ні және 10-ды
содан кейін барып бірді. 2000 бұл бізде 2000, 2020, ел дейтін 1. Сонда 2021. Оған жылды қосамыз. Енді 12-ші ай дейтін бұл бізде 12, яғни 12 дейтін 12, ол деген ай. Енді 25-ші күн дегенді қалай айтамыз? 20 дейтін бұл бізде 25, оған күн дегенді білдіретін илді жалғаймыз. Сонда 2021년 12월 25일 25-ші желтоқсан 2021 жыл дегенді білдіреді. Міне мына жерден айлардың қалай жазылатындығын жазып алсаңыздар болады. Міне жаңағы айтқанымыз июль мен шиольда жазылуы басқаша, яғни бірінші буындарының подчимдері түсіп қалған. Келесі күндерде солай. Мысалы, 1 дейтін ирил, 5 дейтін оил, 10 шибил, 15 шибоил, 20 ишибил, 25 ишибоил, 30 самшибил, 31 самшибирил. Мына неге ирил деп оқыдым? Себебі рил подчимі одан кейінгі келесі буын дауыстыдан басталып тұр. Яғни екеуі қосылып кетеді де ирил. Мынау ироль сол сияқты. Енді оқу реті бірінші жылды айтамыз, кейін айды, күнді айтамыз. Бізде мысалға күн, ай, жыл солай жазатын болсақ, оларда осылай керісінше жазады. Енді оқып көрейік. 2017 жыл 1 қыркүйек дегенде 2017년 2000 дейтін 2000, 17 дейтін 17, оған ньонды жалғадық. Сонда 2017년. Неге 7년 деп оқимыз? Себебі рел мен ниын екеуі қосылғанда мына ниын тоже L болып кетеді. Сонда 2017년 9월 1일. Келесі 2021 деген 2021년 12월 және 5일. Келесі мынау да солай. 2021년 8월 9일. Өздеріне жаттығып көріңіздер, кез келген санды жазып. Енді сағат. Сағат бұл бізде сағатты айтқан кезде корей санау жүйесін қолданамыз. Тек қана сағатты айтқан кезде. Мысалы, сағат 1, сағат 12 деп айтқан кезде корей санау жүйесін қолданамыз. Бұл бізде және сағатты білдіретін сөз ол ши. Ал минутты Қытай санау жүйесі бойынша айтамыз. Сонда пун. Минут пен секунд Қытай сандарымен айтылады, сағат корей сандарымен айтылады. Минут дегенді білдіретін сөз бұл пун, секунд дегенді білдіретін сөз чо. Енді қарайық. Бағана айтқанымыздай, санаған кезде хана тул дегендер хан тул болып өзгереді дедім. Сағатта да солай. Хана ши деп айтпаймыз. Мысалы, сағат 1 болса, хана ши деп айтпаймыз. Хан ши. Сағат 2 болса, тул ши деп айтпаймыз, ту ши деп айтамыз. 3 болса, се ши, 4 болса, не ши. Мысалы, сағат 12:30 дегенді қалай айтамыз? 12시 30분 деп айтамыз. 12시, 12 бұл бізде 12 сағат, 30 деген 30, пун деген минут. Келесі 15:45 дегенді 세시 45분. 세시 дейтін 3. 15 бізше 3 қой. 세시 45 дейтін 45 және оған минут жалғаймыз, сонда пун. Көбінесе 13:00, 14:00, 00:00 деп айтылмайды. Түске дейінгі 10, кешкі 10 деген сияқты айтылады. Біз сияқты 14-тен 25 кетті, 15-тен 1-не кетті деп айтпайды. Яғни түске дейін және кешкі деп бөледі. Түске дейін деген бұл бізде о전, түстен кейін оху, кеш деген чоньок. Ал таңертең бұл бізде ачим, түн, пам, таң, себек. Осы сөздерді міндетті түрде жазып аламыз. Енді қарайық. Таңертең сағат 10:15 дегенді о전 деген яғни түске дейін, немесе ачим деп айтуға болады. О전 10시 15분. Сағат 10:15 кетті деген. Енді кешкі сағат 10:15 кеткенде чоньок немесе пам, кеш немесе түн,
10시 15분. яғни қай мезгіл екенін алдына сөз қою арқылы түсіндіреді. 오전 деп, 저녁 немесе 오후 деп. енді үй тапсырмасы туған күндеріңізді корейше жазу және оқу. Және келесі суреттегі тапсырмаларды орындап жіберу керек. Және өз телефон нөмірлеріңізді оқи алуларыңыз керек. Диалогты оқып, суретте көрсетілген сағаттарды жазып үйренеміз. Жаттығып көріңіз. Енді мына тапсырмада әрбір отбасы мүшесінің жасын жазып кетіңіз. Мысалы, 할아버지는 82살입니다. сол сияқты жазып үйренеміз. 네, 오늘도 이 수업을 이상으로 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 안녕.